Барлығына сәлем достар. 2019 жылы жерге ауқымды климаттық апат, дауыл, торнадо, су тасқыны және құрғақшылық жалмайды. Жойқын дүлей апаттар бүкіл әлем бойынша өршіп, адамзат құрып кету алдында тұр. Күш біріктіре отырып, түрлі елдердің үздік ғалымдары халықаралық ғарыш станциясынан басқарылатын голландиялық деп аталатын табиғи апаттарды бақылау үшін бірыңғай спутник желі құрады. Әлем тыныш өмір сүре алатындай көрінді. Алайда жаңа технологияда жүйелі іркіліс орын алуда. Әлемге әйгілі голландиялық жасаушы және ғарыш станциясының бас үйлестірушісі Джейк Лоусон парламенттің шұғыл отырысына келеді. Оған қарсы көптеген субординацияны бұзды және ақш сенатына бағынбады деген айыптар тағылып отыр. Құрылған ғалымды біріктіру үшін сенатор ғарыш станциясына Лоусонның қызметкерлерін алмастыратын жаңа қызмет көрсету персоналын жіберуге шешім қабылдайды. Бұл мәлімдеге ашуланған Джейк тыңдаушылар мен тілшілердің көзінше шенеуніктерді ашықтан ашық қорлайды. Мемлекеттік хатшының көмекшісі лауазымында қызмет ететін Джейктің інісі Макс ғарыш станциясының жаңа бастығы болып тағайындалып, өздігінен сенімді туысының кезекті өрескел жолын тежей алмай, одан бас үйлестірушінің өкілеттігін алып тастайды. 3 жыл өтті. Барлау тобы ыстық шөлдің жүрегіне жіберіледі. Қызған құмның арасында 50 градустық ыстық эпицентрінде аномальды табиғи құбылыс тіркелген. Тұтас бір қоныс күннің астында бірігіп жойылған. Ауылға қарай жылжып бара жатқанда арнайы мақсаттағы жасақ өлген адамдар мен жануарларды тауып алады. ақш президенті Эндрю Палмер шұғыл кеңеске қауіпсіздік кеңесін шақырады. Онда мемлекеттік хатшы Леонардо Дик ерекше феноменнің себебі туралы баяндайды. Себебі станцияның атмосфералық серіктестерінің бірі Ауғанстан үстінде голландиялық атты жүйе кенеттен істен шықты. Жүйелік қателікті жою үшін орталық Азия үстіндегі спутниктер желісін ажырату қажет. Алайда бұл шешім мемлекет басшысының саяси мүдделеріне қайшы келеді. Сондықтан президент жүйелік іркіліс туралы мәліметтерді жарияламауды шешеді. Және Макс Лоусонға қазір ғарыш станциясына проблеманы жоюмен айналысатын сенімді бір адамды жіберуді тапсырады. Істен шыққан ауған спутнигін сараптама жүргізу үшін станцияға қайтарады. Махмуд атты инженер спутниктің борттық компьютерінен өзінің жинақтаушысына жүйелік деректерді алып тастайды және күтпеген ақпаратты анықтайды. Алаңдаушылық танытқан ол деректердің дәлдігін қайта тексеру үшін спутникке қайта оралып, өлімге ұшырайды. Есік күтпеген жерден бұғатталып, жүйе өздігінен герметизацияланады. Макс Лоусон осы уақытты Джекті қайтарып станцияға жіберу үшін Флоридаға келеді. Джейк енді өзінің кішкентай қызымен бірге трейлерде тыныш тұрып, көліктерге арналған электр қозғалтқыштарын жинап, өзінің мұңды күндерін еске алады. Жұмысынан айырылғаннан кейін Макс ағасына голландиялық жүйемен туындаған проблемалар туралы айтып береді. Және Джейктің өткен ұлы жетістіктеріне сүйене отырып, оны ғарышқа барып, өзінің керемет өнер табысын ретке келтіруге оңай көндіреді. Бірақ әдейі мойынсұнбаған ағасы оның басшылығымен жұмыс істейтінін жасырады. Гонконгта жоба командасының жер бетіндегі мүшесі голландиялық Чен Лонг жұмыстан кейін үйіне барады. Ер адамның қолынан жұмыртқалар жерге түсіп жарылып қалады. Қызған асфальтта олар бірден пісіп, жер тесіліп жатқанын қорқынышпен бақылайды. Чен Ка тез арада көлікті оталдырып, оқиға орнынан шығып кетуді тырысады. Алайда жер асты қызған газ құбыры бүкіл қала аумағында жарылып, аспанды жұтып, қирандыларға айналдырады. Аман қалған учаскелермен маневр жасап, көпірге шығып кетеді. Қызығушылық танытқан Джейк Лоусон НАСА ғарыш шаттылымен халықаралық ғарыш станциясында ашық ғарышқа аттанады. Ер адамды неміс ғалымдары тобының бас ғылыми қызметкері Ути Фассбендер құптап қарсы алып, жігітті интернационалдық командамен таныстырады. Ол оның алдында әйгілі Джейк Лоусонның өзі екенін білмей, оны дұшпандықпен қарсы алды. Ғалымдар Ауғанстан мен Гонконгта адамдардың жаппай өліміне, сондай-ақ спутниктің өзінде қызметкерлердің қайғылы қаза болуына әкеп соқтырған ақаудың себебін анықтауға келгенін түсіндіреді. Макс Лоусон үйде президент құпия қызметінің агенті болып жұмыс жасайтын өзінің қызы Сара Уилсонмен жақсы кеш өткізеді. Жұптың көңілді кешін телефон қоңырауы үзеді. Максқа Гонконгтың күліне шығып кеткен Чен Лонг қоңырау шалады. Ол газ құбырының жарылысына күл себеп болғанын, бірақ спутник температураның айтарлықтай көтерілгенін байқамағанын айтады.
Қандай себептермен ақау болды? Чен анықтай алмады. Себебі оған кіруге тыйым салынды. Макс аккаунтын тексеріп, оның да құрсауланғанын анықтайды. Чен кімде-кім бүкіл ғаламшарда бір мезгілде пайда болатын климаттық апаттардың қайтымсыз тізбегін тудыратын жүйелік ақауды жасырып отыр деп есептейді. Әңгімені аяқтаған соң Макс Сараны жұмыс киімімен табады. Президент шұғыл түрде кеңес шақырады және ол кетуге мәжбүр. Джейк интернационалдық командасымен бірге бақылаудан шыққан спутниктің жүйелік қателігін іздеуге кіріседі. Топ рок-н-ролл жәшік деген кодтық атаумен ғарыш аппараттарын сканерлеуден тексеруді бастайды. Макс Лоусон Вашингтонда өзінің тергеуін жүргізіп жатыр. Ер адам Даня атты бағынышты кибер қауіпсіздігі жөніндегі бірінші сыныпты маманға өзінің өтінішінің құпиялылығын білдіріп жүгінеді. Макс қыздан оның басы жобаның барлық серіктеріне қандай себеппен қол жеткізе алмайтынын анықтауды сұрайды. Ол көмектесуге келіседі және ақаудың себебін тез анықтайды. Макстың аккаунты қасақана құрсауланған. Офисте жалыққан қыз одан әрі Фассбендер мен Джейк Лоусонның Ақ үйде байланыста болуына шақырады. Мемлекеттік хатшы Леонард ер адамға оның көмекшісі Джектің туған інісі алдында есеп беру қажеттігі туралы хабарлайды. Макс Джекке голландец жобасының жүйесіне қашықтықтан қол жеткізуге қиындықтар туындағанын айтады. Ешбір спутник байланысқа шықпайды. Халықаралық ауқымдағы мәселені талқылай келе, ағайындар ерегісуді тоқтатпайды. Макстың субординациясын сақтамаған үшін тергеу, өзара жеке кінә қою, Джекті жерге бірінші болып шатылға жіберу қаупі төніп тұр. Істен шыққан Гонконг спутнигі осы уақытта диагностика қайта оралады. Алайда аппарат бақылаусыз болып шығады және өздігінен жоғары жылдамдықпен айналады. Ғалымдар командасы өзі тоқтағанша кедергі келтірмеуді шешті. Аман қалған бөліктерді топ талдауға жібереді. Бірақ қатты дискілердің ақпаратын алып тастау мүмкін емес. Жүйелік талдаушы Дуг Анг апат кезінде қысқа тұйықталу салдарынан ықтимал қате іздері бар деректер өшірілгенін хабарлайды. Алайда спутник байланыс жөніндегі маман мәліметтерді алуға әлі мүмкіндік бар дейді. Команда Махмуд қаза тапқан апат жазбасын қарап шығады. Жарылған панельдердің бірі телекоммуникациялық антеннаға тығылып қалып, ғалымдар оны алуға шешім қабылдап жатыр. Чен Лонг Вашингтонға келеді. Ер адам құпия ақпаратты біліп, Макс Лоусонмен байланысады. Кездесуді талап етеді. Гута мен Джек скафандрларды панельді алуға аттанады. Ал ол топ олардың әрекеттерін қашықтықтан бақылайды. Олар телекоммуникациялық антеннаға жетіп, серіктестер агрегатты абайлап алып базаға қайта оралады. Бірақ кенеттен Джектің скафандры басқарылмай қалады. Аксель жұмыстан шығып, ғалым қолындағы панельмен ашық ғарышта мықтап алыстап кетеді. Ал спутниктің сыртқы корпусы Джек скафандрына жауап бермейді және ол панельмен бірге ұшып кету қаупін тудырады. Ол платформаның шетіндегі құтқару сымына қолымен жабысып қалу үшін бөлшекті жіберуге тура келеді. Алайда Джек базаға қайтып оралған кезде сәтті болып шықты. Ол қолдан шығармас бұрын тақтадан алып үлгерген қатты дискіні көрсетеді. Бірақ қалған командадан ер адам оны жасырады. Ол өзінің қылығын осы жерде оны біреу өлтіргісі келді деп түсіндіреді. Джек жасырын дерекқорды өзі жасағанын және спутниктерді өзін-өзі жоюға кім бағдарламалағанын анықтай алатынын айтады. Бірақ бұл әрекет мүмкін емес болып шықты. Қатынасуға тыйым салынған. Вашингтонда Макс пен Сара жолдың қарама-қарсы жағында пайда болған Чанмен кездеседі деп күтілуде. Кенетте артта келе жатқан ер адам оны көліктің астына итеріп жібереді. Чан сол жерде қаза табады. Максқа Зевс деп қана айтып үлгереді. Джейк ағасын виртуалды конференцияға шақырады. Қисынсыз үлкен ағасы күтпеген жерден сезімтал еркекке айналып, кетіп бара жатқан інісін тоқтатады. Макс оның сөзінен кейін тоқтайды. Әкесімен балық аулау туралы ойдан шығарылған хикаят жолда болып табылады. Тек ағайындылар балалық шағында ойлап тапқан екі белгілі кодпен сияқты ойлап табылған. Кейінірек жазбаны тыңдап, ол жазбамен бірге ол жолдауды ашады. Үкімет жоғары деңгейдегі диверсияның дәлеліне ешкім сенбейді. Жәрдемдесуге өте берген Даня, Макс үшін Зевс жобасы бойынша файлдарды табады. Бірақ ол Ақ үйдің дерекқорында орналасқан және екеуінің де рұқсаты жоқ. Есесіне оларды Сара Вилсон да бар. Сол себепті серіктестері оны күтіп, үкімет пен президентке қарсы қылмысқа баруды сұрайды. Сүйікті адамның келісімдеріне мойынсұнып, Сара мұны істеуге келіседі.
Халықаралық Джейк ғарыш станциясына футтан бастап тергеуді жалғастыруда. жұп бейнебақылау камераларынан жазбалар сақталатын резервтік сервер үй-жайына енеді. Олар Махмуд қаза тапқан күннен бергі бейнебаяндарды қарап шығады да, инженердің спутниктен флешкаға жазып алғанын, содан кейін шешіну бөлмесіне кеткен. Инженер Джейк пен Футтың шкафын ашу үшін барады. Қарулы Рэй, көршісі олардың диверсия туралы күдігін тыңдап, қаруды түсіріп, Махмуд өз заттарын жасырған басқа шкафты көрсетеді. Қаза тапқан адамның деректері зерттеліп, әріптестері сырттан жүктелген вирусты анықтайды. Оны тапқаны үшін инженер өз өмірімен қоштасқан. Макс, Сара және Дани осы уақытта Зевс жобасының файлдарына қол жеткізеді. Бұл түрлі апаттардың оңдаған мың симуляциясы. Олардың тізбектелген тізбегі шабуылға, бұрын-соңды болмаған ауқымдағы апатқа келеді. Ол жер мен спутник арасында қорғалған виртуалды конференция ұйымдастырады. Макс ағасынан біреу голландықты адамзатқа қарсы қару ретінде қасақана пайдаланатынын айтады. Ал Джейк жағдайдан шығудың бір жолы ғана бар екенін айтады. Жүйені қайта іске қосып, содан кейін ол вирусты тазартып, ақаусыз жұмыс істеуді жалғастырады деп жауап береді. Бірақ ол үшін болдырмау кодын енгізу керек, және оны бір адам ғана біледі. ақш президенті Эндрю Палмер мемлекеттік хатшы Том мен Сара Уилсон бірге Вашингтоннан Орландоға ұшуға дайындалып жатыр. Оны Макс қонар алдында басып алып, президент рейсінің күшін жою кодын ұрлауға көмектеседі. 200-ге жуық спутник ақаулық көрсетіп, ақау шегінде тұр. Ал Токио бақылаудан шығып, Жапония астанасына мұз жауып жатыр. Аспаннан ұшып келе жатқан мұздың бұтақтары қала мен оның тұрғындарын жояды. Сонымен бір мезгілде Рио-де-Жанейрода феноменалды климаттық құбылыс орын алады. Өте төмен температура Атлант мұхитының жылы суларын бірден мұздатып, жергілікті тұрғындарды жағалаудан қашуға жібереді. Жүйе командасы зақымдануға тап болатын және оны істен шығаратын жаңа спутник жіберуге шешім қабылдайды. Резервтік жүйені жедел іске қосу арқылы өлім-жітімге ұшырайтын климаттық құбылыстың алдын алу мүмкін болады. Бірақ команданың ықыласы ұзаққа созылмайды. Оның жаңа қаупі төніп тұр. Жүйенің хабарлауынша, апат басталғанға дейін 1,5 сағат қалды. ақш президенті Флоридада халықаралық конференцияда сөйлейді. Ал Макс Лоусон залда Рио-де-Жанейродағы жаңа табиғи апат туралы репортажды көріп, қаланы Зевс жобасының дерекқорына енгізеді. Ол геодауылды қоздыратын апаттар тізбегінің сценарийін табады. Келесі қала осы сценарийде. Орландо Таймер геодауыл басталғанға дейін Максты жаһандық климаттық қауіп-қатер туралы айтуға мәжбүрлейді. Және апатты шешу үшін кодты президенттен білуге көмек сұрауға мәжбүр етеді. Бұл кодтың өзі, дәлірек айтсақ, оның биометрикалық деректері, 10 саусақ ізі және көздің торы. Флорида үстінде тұрған резервтік спутникті жіберу қаупін тоқтатуға тырысады. Голландия станциясының өзін-өзі жою хаттамасы іске қосылып, отын бактарын жою басталды. Джейк жаппай эвакуация жариялайды. Жүйелік талдаушы Дунканды қоспағанда барлық қызметкерлер базадан асығыс кетеді. Джейк оған шабуыл жасап, жүйе портында барлық оқиғаларға оның жауапты екенін түсінеді. Лоусонды тапаншамен қорқытып, зұлым адам оны ақша үшін жасағанын мойындайды. Қарапайым ғалымның жалақысы жеткіліксіз болды, ал оған өте қомақты сома ұсынылды, бірақ сыйақы жұмсауға мәжбүр емес. Лоусонның ашулы айқасы бөлікті герметизациялауға алып келеді. Оны Джейктің өзі тастап кетіп, сатқынды өлімге қалдырады. Флоридада апатты тоқтатуға тырысқан Макс, хатшы Леонардоның кінәсін ашып, оны президент нөмірінде атып өлтіруге тырысады. Макс қашып кетіп, Сараны тауып алған конференцияны көрермендер тобының ішінен жасырынып қалады. Келесі дауыл олардың басының үстінен шығып кететінін айтады. Жұп президенті ұрлаудың жалғыз жолы президентті алып қашу екенін түсінеді. Сара жаппай эвакуацияны жариялап, қалыптасқан үрей салдарынан президентті тапаншамен бірге алып кетеді. Жүйе орталығында жаппай эвакуация жалғасуда. Қызметкерлер жеке жөнелту үшін шаттылдан орын алады. Ал Флоридада торнадо болып жатыр. Макс президентке сатқан Том туралы және мемлекет басшысымен оның мұрагерлерін жойып, оның ниеті басты адам болу деп айтады. Осы кезде Сара да президентті дауыл эпицентрінен алып шығады. Джейктен басқа барлығы эвакуациялауға дайын. Ол інісі байланысқа шыққанда
алып тастау кодын енгізу үшін қалуға шешім қабылдайды. Оған сүйіктісінің сөздері әсер етпейді. Қоштасуға тура келді. Джек өз жоспарын жүзеге асыруға тырысып жатқанда, президенттің көлігі өзі нысанаға айналды. Сара оның көмекшісімен және олардың өзімен оңай құтылады. Қылмыскерді полициямен бірге алып кетеді. Бірақ апаттар мұнымен бірге аяқталмайды. Және Сауд Арабиясы шөлі табиғи апатқа ұшырады. Макс пен президент НАСАның базасына келді. Олар Джекті виртуалды конференцияға шақырды. Президент өзінің биометриялық анықтамаларын енгізіп, ағайындыларды жалғыз қалдырады. Джек інісіне код дұрыс еместігін айтып, ол өзінің өмірін құрбан етіп, қолдан жасауға тура келетінін айтты. Ағасы інісінен кешірім сұрап, мәңгілікке қоштасты. Енді Джек есікті ашып, ақпараттарды жеке енгізу қажет. Бірақ есік ашылмай қалды. Кенеттен таныс дауыс шығып, сүйіктісі есікті ашады. Олар 1 минут қалғанда толықтай апатты тоқтатады. Миссия сәтті орындалды. Достар, осы бейнеге лайк қойып, келесі әңгімені өткізбеу үшін арнаға жазылуды ұмытпайық.